Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Мерсаева Забида Абдиевна, Грудикова орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Назарларыңызға 9 сыныптың көшпенділер мәдениеті қазақтың халық күнтізбесі бөлімінен қазақтың ұлттық өнері тақырыбындағы ашық сабағымды ұсынамын. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары: сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу. Ортақ етістің қызметін ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану. Бағалау критерийлері: тақырып бойынша қажетті аргументтерді қолданып диалогте сөйлейді, ауызша және жазбаша жұмыстарда ортақ етісті қолданады. Күтілетін нәтиже: қазақ тіліндегі қарапайым сөйлеу үлгілері ұлттық өнер туралы айтады, сұрақтарға жауап береді. Оқыту мақсатында сөйлеу және оқу жаттығулары басым болғандықтан келесі белсенді оқыту әдістері таңдалды: шаттық шеңбер, иллюстрация әдісі, ассоциограмма әдісі, тірек сызба әдісі. Бұл әдістер оқушылардың диалогте сенімді сөйлеуге дағдыларын қалыптастырады және де шығармашылық қабілеттерін ашуға мүмкіндік береді. Жак Руссо былай айтқан: егер сіз маған айтсаңыз, мен тез ұмытамын. Егер сіз жазсаңыз, оқимын да ұмытамын. Ал егер мені әрекетке тартсаңыз, мен тез үйреніп, есімде сақтаймын. Бұл сөзді негізге ала отырып, сабақта қолданылған әдістердің тиімділігін түсіндіріп өтейін. Иллюстрация әдісі арқылы оқушылар сурет бойынша сабақтың тақырыбына болжам жасады. Бұл әдістің тиімділігі суретке қарап отырып өз ойын барлық сөз қорымен жеткізді және суреттерді сипаттады. Мәтінмен жұмыс жасағандықтан жаңа сөздер берілді. Оқушылар жаңа сөздермен танысты, сөйлемдер құрастырды. Жаңа сөздермен жұмыс жасау тиімділігі мәтінді оқу барысында мәтіннің мазмұнын түсінді. Мәтін бойынша тапсырмалар орындады. Менің ойымша, оқушылардың мәтінге деген көз қарасын өзгертуге мүмкіндік беретін тиімді болып табылады. Өйткені осы әдістерге сәйкес жұмыс барысында оқушылар кем дегенде 2-3 рет мәтінді оқиды. Сабақтың тақырыбын мәтін мазмұны бойынша топтастырады. Тірек сызба, шын немесе жалған кесте арқылы тақырыптың толық мазмұнын ашады, аргументтерді табады және дәлелдейді. Оқушыларға ою-өрнек бөліктеріне мәтін бойынша тапсырмалар берілді. Тапсырмалардың орындау барысында ою қиындылары тақтаға жапсырылды. Сабақтың соңында ою-өрнектен дұрыс құрастырылған қазақтың ұлттық бұйымы қоржын шықты. Ассоциограмма әдісі, тірек сызба, шын немесе жалған кестесі, ереже бойынша жаттығулар орындалды. Оқушылар әр орындаған тапсырмалардан қазақ халқының ою-өрнегінде ұлағатты сыр, тарихы мол шежіре жатқанын, өзге ұлттың асыл мұрасы, ою-өрнегі, зергерлік бұйымдары, ағаш бұйымдары арқылы ерекшеленетінін білді.
Сабақ барысында оқушыларға бағалау парағы кестесі таратылды. Бағалау кестесі 10 балдық жүйе бойынша әр тапсырманың шекті балы тұрды. Оқушылар тапсырмалар орындаған сайын өздерінің балын қойып, бағаларын біліп отырды. Бұл бағалаудың тиімділігі білім алушы өз білімін өзі қаншалықты дәрежеде екенін біледі. Критериалды бағалау сабақтың кез келген кезеңінде өзін бағалауға және өзара бағалауға мүмкіндік береді. Әр сабақта сіз оқушыны формативті түрде бағалай аласыз. Бағалау парағы сияқты формативті бағалау әдістерін қолдана отырып, мұғалім кері байланыс алуға мүмкіндік алады. Ал оқушы өзінің жетістіктері мен дескрипторлар бойынша тапсырманың сапасын бағалайды. Бағалау критерийлерін қолдану оқушыларға тапсырмаларды орындау барысында жақсы нұсқаулық болып табылады. Олар өз жұмысының сапасын объективті бағалауды үйренеді, өйткені болашақта бағалау қабілеті оларға қажет. Фатима, бір минут. Бірінші топты тыңдаймыз. Ал басқа. Фильмдер басқа фильмдер заттарды Салған дұрыс. адам көзден және тағы басқа ой Бүліктерін ілдірген. Апа, сөз ашыңызшы. келгенше тамақ сақтауға арналған сандық сияқты ағаш бұйым. Балалар, айтыңдаршы. Аға, бір қосатыңыз, Айлин. Сандықтың және кебеженің бір ұқсасы бар, бірақ сандыққа киімдерді қояды, ал кебежеге тамақ қояды. Суреттер бар ма? Айтылғанда. Көрсетіңдерші суреттер. Мына жаққа өтіп көрсетіңдер. Тез. Кәні, көрсетіңдер. Қайсы сандық, қайсы кебеже, қайсы аталған. Мынау сандық. Дұрыс. Анау. Бұл қазақтың ұлттық өнерден дейтін ағаштан жасалған бұйымдар, өнер. Жақсы. Мына топты бағалаңыздар. Қалай бағалайсыздар? Қаушы бағасын бағалаңыздар. Келіп. Ол білезі тұрсап айтыңдар. Ал енді кішкене мен тұмарды қорғаймын. айтамын. Толтырабын ақпаратты ал. Тұмар адамға пайдасы өте көп. Мысалы, ол көзден қорғайды, жаман нәрселерден қорғайды. Жамандықтан қорғайды. Жабе это. Және, это деген сөз болған және. Жабе пайдалы. Пайдалы болған адам бар? Иә. Жақсы, бұл сенің ойын. Нақилы? Білезік ол адамны Білезікті қайда тағады айтсам? Көрсеңші қалай? Білезікті адамды әдемі қылышын тағады. Өте керемет, Сақина ол әйелдермен келіндер қолға салатын және қол білезік. Қол білезік айттық. Сырға ол тоже Ол да әйелдермен келіндерді киетін. Көрсетіңіздерші, тақтаға барып көрсетіңіздер. Қаным, берген барып көрсетіңіздер. Ахмет барып көрсетіңіздер. Енді Сақинаны айтыңдар.
бойтұмардайында қайсы сақина, қайсы сырға? бойтұмар, Бойтұмар. сыра, бойтұмар, Дұрыс. бойтұмар, Сақина. Дұрыс. Мына топты бағаламызды қалай бағалайсыздар? Жақсы, отырыңыздар. Енді мына ойымызды біз неге? Өйткені әрбір халықтың өз өрнегі болады. Келісім? Ою, Қалғанда? ою örnekler sabır, sürücü, polilerin olduğu lağa şılayı ve polilerin Дұрыста. yaşı. Шын. Келісім? Оқи бер. Her halkta özellikler polileri olmaydı. Burası şu. Шын ба бұл? Әр халықтың өзінің қол өнері болмай ма? Екінші топ. Қалай ойлайсыздар? Şahal. Не үшін енді? Не үшін? Жалғанда? Шын ба жалған ба? Жалған. Неге? Дәлелдеп. Неге? Дәлелдей алмадым. Соңғы сөйлемді оқытесіз. Kardeşim, Kazak halkı Kazak'ta özge oldu. Burası oyu örneği arkalı Ерекшеленеді. Дұрыс па? Сөзді қорғаса болады. Болады. Отырыңыз. Оқымай қорғай бер, айта бер. Өз ойыңды айта бер, оқымай сөйлемді. Әр халқының өз қол өнері тән болады. Ол мен ойлаймын, ол дұрыс. Иә, дұрыс, жарайсың. Ал екінші топ шығыңдар, онда тез. Жақсы? Шығыңыз. Айлин, сен өзің шығасың ба, топ басшы? Жарай, екеуі алдарап шығыңдар, тез. Кәні? Сен бірінші сөйлем дұрыс па? Енді бірінші топ оқылы ғой. Бірінші сөйлем дұрыс па? Жоқ, Неге? әр халықтың ойы өздері әрбір ойдың өзінде әрбір ойдың өрнегіне ұлаған сыр тарихи мол жүйелері бар. Жарайды. Екінші сөйлем. Мәтіндегі солай айтылған. Ою өрнектің солай сюжеті, қолөнері, ұлттық нағыз шынайы тән өнері. Я дұрыс. Сөйлемді оқымай қой. Үшінші сөйлем дұрыс па? Дұрыс емес. Дұрыс емес. Неге? Дәлелін айт. Өз сөзбен айтшы. Әр халықтың өз қолөнері бар. Мысалы, әр халықтың өз өнері бар. Қараңыздар, біз Қазақстанда көп қаршығамыз, иә? Әр халықтың өзінің қол өнері бар. Жақсы. Мысал келтіре аламыз ба? Мысалы, түрік халқында қандай қол өнері бар? Келтіре аласың ба? Айтшы маған. Түрік халқында сіздерде какое у вас искусство тоже? Қазақша айтшы маған. Түрік халқында қалай? Я не знаю, как это. Казахстан стайл. Кимиче называется. Кимиче. Жарайсың. Күрді халқында не бар? Айтшы маған бір сөзбен. Не бар күрді халқында? Сандық. Бізде де сандық бар екен. Бізде де кебежек бар. Дұрыс айтады. Міне қараңдаршы, байланыс бар екен. Қазақ халқының, түрік халқының, тағы басқа халқының барлығында бір нәрселер, ұқсас нәрселер бар. Мысалы, сандық, үйде қолданған заттар, зергерлік бұйымдар. Мысалы, түріктері қазақ халқының зергерлік бұйымдары ұнаса, біз заңында біз оны сатып ала аламыз. Дұрыс сөйлейсіздер. Дұрыс сөз ойнайды. Тапсырма орындалды ма? Ойымызды қайтадан біз оны тапсырамыз. Енді келесі тапсырмаға көшейік балалар. Тез, ол да өте тез орындалатын тапсырма. Енді қараңдар балалар, сендер қазір мәтінде екі бұйымдар мәтіннен тауып алыңдар. Ағаш бұйымдар және